Сәлем баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Ойбай деймін да, андай қазақ десе өзіңе тиеді деймін да. Андай ғой, бір видео салып едім, туф тегі бүйтіп қазбалап, қырып сонышы. Қандай адамсыздар деймін да, біреудің ана видеосын көрсеңіздер болды, соны сөйлеп, обязательно комментария жазып, соған тиісіп кету керек қой, иә. Қалай сондай жақсы көресіздер, қазағым? Неге деймін да, осы мен ана айтам ғой. Басқа мысалда Россияның және басқа шетелдердің және видеосын көремінші. Өстіп жылап түскен видеолары және басқа да өстіп мұңайып, өстіп қалай біреумен ренжіскенін, және бір офиске барып, олар өткізбей, документ өткізе алмай сөйткендерін айтады ғой. Сол кезде ана комментариясын оқысаң кәдімгі бір-біріне поддержка береді ғой. Біздің қазақтарды ойбу салсаң бітті, көре алмаушылық қой. Сен сондаймын деп ойлайсың ба? Сен өзіңді кереметпін деп ойлайсың ба депші. Ешкімді керемет сезінбейді. Мен өзім қарапаймын, сондықтан өзімді керемет сезінбеймін. Но бірақ айтады ғой ше, желге не үшін салдың? Салғым келеді, қазіргі уақытта әркімнің өз еркісі өзінде. Но бірақ сіздердің каждый жазғандарыңыз біреуге қатты болып тиюі мүмкін, сондықтан неғұрлым дұрыс комментарий жазуға тырысыңыздаршы.